Непал елінде 1971 жылы королевский семьяның тұңғыш ұлдары туылады. Король и королеваның личный астрологтары болған. Барлық жағдайда сол астрологқа қаралатын болған, и баланың жұлдызнамасын қаратқанда бала 35 жасқа дейін үйленбеу керек деп айтады. Егер 35 жасқа дейін үйленсе, бүкіл королевский семьяны өлтіреді дейді. Астрологтың сөзін қатты көңіліне алған королева тұңғыш ұлына бар махаббатын сыйлайды. Одан кейін балдар туылса да, тұңғыш ұлын екі есе мейіріммен, махаббатпен өсіреді. Дипендри өте ерке болып өседі, 17 жасында балалық махаббатпен үйленемін деп айтады. Ата-анасы сен әлі жассың, үйленуге болмайды деп Лондонға оқуға жібереді. Лондонда оқуда жүргенде балалық махаббатын ұмытады, күнде қыдыру, ішу, былайша айтқанда ақшаны оңды солды шашып жүреді. Ата-анасы қанша ақша құртса да баламыз үйленбесе болды дейді. Дипендри Лондонда бір жылдан кейін мына қызды кездестіріп ғашық болып қалады. Бұл қыз аристократқа қыз, кезінде таққа таласқан королевская семьяға жау тектен шыққан қыз болады. Бір-бірінің шыққан тегін білсе де араларында шынайы махаббат болып жүріп кетеді. Екеуі де 71 жылғы бірдей оқу бітіріп елдеріне оралғанда Дипендри әкесінің алдына кіріп үйленгісі келетінін айтады. Әкесі кімге деп сұрағанда қыздың тегін айтады. Әкесі қыз бізге жау, біріншіден, екіншіден сен 35 жасқа дейін үйленбеу керексің дейді. Дипендри көнбейді. Сол кезде әкесі уақытша баласын успокоить ету үшін бірге жүре бер, пока 35 жаста үйленесің дейді. Дипендри соғанда қуанып, қызбен бірге гражданский бракта тұра бастайды. Жылдар өте береді, Дипендри 30-ға толады, яғни 2001 жылы королевский семьяда үлкен отырыс болады. Король и королева басқа тектің қызын әкеп, баласына ультиматум қояды. Либо сен біз айтқан қызға үйленіп таққа отырасың, немесе өзіңнің таңдаған қызыңмен тақты босатып кетесің дейді. Ашуы келген Дипендри отырыстан шығып кетіп қалады. Бірнеше уақыт өткен соң Дипендри отырысқа қайта оралып, автоматпен бүкіл королевский семьяны өлтіреді. Мұндай королевский семьяның болғанынан болмағаны артық дейді. Соңында өзін атады. Дипендри реанимацияға түседі, 3 күн комадан кейін қайтыс болады. Королевский семьяда 10 адам қайтыс болады. Таққа отыратын ешкім болмай, туысқан бір ағалары отырады. Ол кісі 7 жыл басқарады, 7 жылдан кейін Непал елі республикаға айналады. Ал мына қыз стресс-депрессияда жүріп, 6 жыл өткеннен кейін басқа жігітке тұрмысқа шығады. Россияда 2013 жылы Виктория деген қыз жаңадан көшіп келген көршісімен жақын араласа бастайды. Көршісі Алла мінезі өте ашық, өзі 5 жерде жұмыс істеп, 2 баласын өзі аяққа көтергенін айтады. Қызын Америкада оқытқанын айтады. Қызым қазір Америкада тұрып жатыр деп айтады. Оны естіген Виктория, қызыңызбен таныстырыңызшы, мен де Америкада тұрғым келеді, көргім келеді дейді. Алла қызын айтады, қыз айтады, келсін өзім күтіп алам дейді. Солай Надя Форд Викторияны Америкада күтіп алады. Жақын араласып кетіп, Нью-Йоркты көрсетіп, Викторияны Россияға шығарып салады. Виктория Россияға келген соң біраз уақыттардан кейін Аллаға айтады, мен қайтадан Америкаға кетейін деп жатырмын, егер қызыңызға бер жеретін нәрселеріңіз болса, маған бере беріңіз, мен апарып берем дейді. Алланың ойында арам ой жоқ, таныс болып қалған әйел, сондықтан бірнеше доллар ақша, 2 шуба ценный заттарын мына қызыма апарып бер деп береді. Виктория қайта-қайта рейсті отменить ете береді. Типа мен қазір бармайтын болдым деген сияқты. Солай созып жүре береді. Алла қызын айтып береді, осындай ақша берген едім, неған едім, әлі бармай жатыр деп. Сол кезде Надя Форд айтады, барлық затыңызды, ақшаңызды қайтып алыңыз, маған еш нәрсе қажет емес дейді. Алла Викторияға звондап, қызыма беретін заттарды қайтарып бере сал, қызыма керек емес екен дейді. Виктория жарайды деген. Бірақ содан кейін Алла жоқ болып кетеді. Надя Форд қанша хабарласса да анасын аламайды, анасына сообщение келеді, мен осындамын деген сияқты, бірақ анасының сообщениесі емес екенін Надя сразу түсінеді. Надя Россияға ұшып барады, анасын іздейді, анасының квартирасына қараса ақша жоғалған, ол жерде де украшениялар жоғалған. Сонымен полицияға хабарлап, мамасын еш жерден таппай розыскке береді. Надя Викторияны подозревать етеді.
Қайта Викториядан сұрайды, ақша берем, анамды қайтаршы дейді. Бірақ Виктория айтады, мен соңғы рет көргенде анаң тірі еді, одан кейін кездеспедім дейді. Полициялар улика табады. Виктория машина арендовать еткен, қасында Алла талып жатыр. Осы машинаның арқасында тексере орманнан Алланың денесін табады. Денесін өртеп жіберген екен, басы ғана, тістері ғана өртенбей қалған. Викторияны ұстап детектор лжиден өткізген кезде, детектор лжидың результаты шыққанға дейін бұны үйіне жіберген. Сол кезде бұл сол күні-ақ билет алып Америкаға ұшып кеткен. Россияның Интерполы бұл әйелді розыскке қояды. Мамасының похоронынан кейін Надя Фордта Америкаға кетеді. Надя интернеттен Викторияның суреттерін көріп қалады. Надя Форд бұл әйелді ұстау үшін частный детектив жалдайды. Жалғасы келесі видеода Викторияның Америкадағы қылмыстары айтылады. Виктория Америкаға көшіп келгеннен кейін әртүрлі сайттарға өзінің атын әртүрлі қылып өзгертіп, экскорт услуганы қабылдайын деп жариялаған. Солай бай еркектермен жолығып, тамақтарына психотропный дәрі қосып беріп, талдыртып оларды. Және ақшаларын, сағаттарын, украшениялар болса, соларға дейін ұрлап кетіп жүрген. Ал ол еркектер полицияға хабарласпаған, өйткені көбісі женаты болған, оңтүстікте экскорт жалдаған едім деп айтуға ұялған. Ол аздай өзінен аумайтын двойник тауып алған ғой. Салон красотыға барып жүріп, наращивание ресниц жасайтын Ольга деген әйелмен танысады. Бұл Ольга деген қыз Украинаның қызы, 2014 жылы Америкаға көшіп барған, визасы бар, рабочий визасы бар. Виктория бұл әйелді өзіне қатты ұқсатып, подружка болайық деп специально өзіне тартқан. Өйткені Викторияға бұл қыздың документтері керек болған. Осының атымен өмір сүріп жүре бергісі келген ғой. Виктория салонға қайта келіп, давай подружка болайық, кездесейік, бір жерге отырайық деген сияқты қайта бұл Ольганы тарта берген. Бірақ Ольга уақытым жоқ дегенде араласпаған. Бір күні Ольганың демалысында Виктория звондап, маған срочно наращивание ресниц керек дейді. Ольга менің демалысым қабылдай алмаймын дейді. Сонда да үйіңе барам, пожалуйста деп жүріп, Виктория үйіне барады Ольганың. Виктория өзімен бірге чизкейк әкелген. 2 чизкейкті өзі жеген, біреуін Ольгаға жегізген. Соны жегеннен кейін Ольга талып қалған. Талып қалған Ольганың киімін шешіп, іш киіммен қалдырып, жан-жаққа дәрілерді шашып, отопленияны көтеріп кеткен. Өйткені чизкейкке қосқан психотропный дәрі отопление ыстық жерде 2 есе действиясы болады екен. Виктория Ольганың бүкіл документтерін, ақшаларын, украшенияларын ұрлап кетіп қалады. Ольганың көршісі Викторияны көріп қалған, осы әйелге қатты ұқсайтын, подозрительно көрінгенде, солай Ольганың үйіне барып, Ольганы құтқарып қалады. Көршісі скорыйға звондайды, Ольга больницаға түседі. Бұл тірліктің бәрімен полиция айналысады, Викторияны бірақ таба алмайды. Викторияны Надя Форд жалдаған частный детектив Герман сайттарды ақтарып жүріп, очкидің отражениясынан іздеп жүріп, қайда екен біліп, полицияға хабарлайды. Виктория даже өзінің жүрген жігітін де дәрімен талдыртып, ақшаларын ұрлап кеткен екен. Жігіттің итін отравить етіп, өлтіріп кеткен екен. Бұл әйелді соттайды, пандемияға байланысты соты ұзаққа созылып кетіп 2023 жылы болады, общий 21 жылға соттайды. Түрмеден шыққан соң Россияға жіберіледі екен. Надя Фордтың мамасының өліміне байланысты тағы сотталады екен. Словакияның қызы Михаила деген 18 жасында Англияға көшіп келеді, модель болу үшін. Модель болып жұмыс істейді, бірақ өте аз ақша төлейді бұл қызға, сондықтан күнін көре алмағандықтан әртүрлі жұмыстар істей берген. Отельде бөлме тазалаушы, магазинде продавец деген сияқты жұмыстар істей берген. Солай 2010 жылы бір ювелирный магазинге продавец қажет болады. Собеседованияға барғанда сол ювелирный магазиннің бастығымен танысады, Эндрю деген миллионер кісі. Эндрю қызды бір көргеннен ұнатып қалады. Эндрю қыздан 20 жас үлкен, қыздың модельный внешності көзіне бірден түседі. Араларында сезім болып жүре бастайды. Қыз өмірінде көрмеген роскошты көреді. Жиі шетелге саяхаттарға шығады, қымбат көлік, қымбат киім, виллада тұрады. Даже Испаниядан вилла сатып алады. Қызға запас кілтін беріп қояды. Уақыт өткен сайын Михаила Эндрюді қатты қызғана береді. Даже жұмыстағы бизнес-партнер әйелдерден де қызғанатын болады. Постоянно маған көп көңіл бөл деп ұрыс шығара берген.
Эндрюді звондап шақырғанда келмейтін болса, өтірік алдайтын болған. Бір рет даже аварияға түстім деп алдаған екен. Эндрю қыздан жалға бастайды. Солай 3 жыл отношениядан кейін Эндрю бірінші рет командировкаға өзім кетем дейді. Эндрю шетелге билет алып қойып ұшатын күні Михайла өтірік алдайды. Өзін наручникке байлап, кроватқа байлап, үйге ұрылар түсіп, сенің паспортыңды ұрлап кетті дейді. Эндрю полиция шақырғанда ешқандай взлом болмағаны анықталады. Сол кезде Эндрю бәрін тоқтатайық, мен сенен шаршадым деп қызды тастап кетеді. Қыз Эндрюді жібергісі келмей ауыр қабылдап, постоянно интернетіне екеуінің бірге суреттерін қойып, сені жақсы көрем деген сияқты пост жариялай берген. Арада бір ай өткенде Эндрю басқа қыз тауып алды. Мария деген қыз Эндрюден, ол да 20 жас кішкентай болады. Бұлар да инстаграмна постоянно бақытты өмірлерін пост қылып жариялап отырады. 2014 жылы апрельде бұлар Испанияға ұшады. Эндрюдің аэропортта машинасы қалатын болған, сол машинаны мініп вилласына барады. Виллаға кіріп екінші этажға көтерілсе, Михайла сол жерде екен, пижамамен алдынан шығады. Мария Михайланы көрген кезде сыртқа қарай жүгіріп шығып кетеді. Мария машинаға барып отырғанда артынан Эндрю келіп, полицияға звонда деп қайтадан ішке кіріп кетеді. 5-10 минут өткен соң Михайла сыртқа шығып, машинада отырған Марияға машинаны босат дейді. Эндрю маған бұл машинаны подарит етті дейді. Мария машинадан түседі, а Михайла машинаны айдап кетіп қалады. Жалғасы келесі бөлімде мына жерге сыймай қалды. Михайла машинаны айдап кетіп қалады, Мария үйге кірейін десе, есікті құлтап кеткен екен. Мария есікті қанша тоқылдатса да Эндрю ашпайды. Шақырылған полицияда кешігіп келеді. Терезеден кіреді, кірсе Эндрю жерде өліп жатыр екен. 2 оқ маңдайына, 1 оқ иығына тиген. Михайла Эндрюді атып кеткен. Полиция Михайланы іздейді, еш жерден таппайды, бірақ 4-ші күн Михайла өзі полицияға барып Эндрюді атқанын мойындайды. Бұл қыз Эндрю мен Марияның инстаграмдарын аңдып отырып, олардың Испанияға ұшатынын біледі. Солай олардан бұрын, 2 күн бұрын келіп алып, виллада күтіп отырған. Михайла полицияға мен өзімді қорғау үшін аттым деген. Мен Испанияға өзімнің жүкті екенімді айту үшін келген болатынмын. Екеуміздің арамызда ұрыс болды. Ол баланы қабылдағысы келмеді. Солай пистолет случайно атылып кетті деп өтірік алдайды. Тексеріс барысында бұл әйелдің жүкті емес екені, сосын Эндрюді 1,5 метр алыстықта атылғаны бәрі анықталады. 2014 жылы болған қылмыс 2016 жылы соты болады. Оған дейін бұл түрмеде отыра береді. Михайла 15 жыл 6 айға сотталады. Бірақ қайта апелляция бере беріп, 13 жылға қысқартып алады. 2022 жылы Эндрюдің туысқандары бұл қызды испанский пляждан көреді. Сонда Михайла 13 жылды да толық өтемеген. Может, қалған жылдарын условно өтеп жатқан болуы да мүмкін.